Қысқасын айтқанда, мен бомжбын. Ол күні мен білмеймін қалай күн болған. Себебі менде календарь жоқ болды. Да и вообще менде дым жоқ. Бар болғаны менде тек киім, қалтадағы 20 теңге және қыздардың жүректерінің кілті. Оны да мен даладан тауып алдым. Жазы күні кайф қой негізі бомж болған. Хотя жоқ, күн қазір алдыңғы жылдан қарағанда қатты жанып тұр. Қысқы кезде вообще айтпа. Ол кезде бір куртканы тауып алу үшін жүрдік қой қасқа өліп. Жалпы менің әр күнім ерекше сәттерге толы. Не далада ұйықтаймын, не скамейкаде жатамын, не балалар менен қашады, не мен менттерден қашамын. Есе кетпес естеліктер ғой. Бүгін менде ерекше көңіл күй. Себебі жаңа ғана мен өзіме мақсат қойдым. Даширакқа ақша жинаймын. А то ешкім болды нормаль тамақ жемегеніме. Все, мен кеттім. Адамдардан донат сұрап бастадым. Қасыма тағы бір бомж отырып алды. Кет бар құры, бұл менің жерім. Ол маған кетпеймін деді. Қазір кетпесең үйге барып мылтығымды әкеліп бетінен түр қалдырмаймын дедім. Мен бомжбын ғой. Қайдағы үй? Ол маған менде даширак бар деді. Да ну, доспыз ғой да родной. Ол менен кетіп қалды. Окей, көреміз кидалы. Мен ары қарай адамдардан донат сұрай бердім. Адамдар чотты донат лақтырмай тұрды. Оларды срочно бірдеңемен қызықтыруым керек. Мен биледім, фокус көрсеттім, ән салдым. Жинаған ақшаның барлығын санасақ 15 теңге. Фу, ё-моё. Дұрыс ән айтуым керек еді. Мен сол жерден кетіп қалдым. Далада жүріп жатқан кезде бір заброшканы көріп қалдым. Хата. Мен сол заброшкаға кірдім. Мына жер таза екен. Пақ шіркін. Осы жерде тұрамын ау деймін. Бір кезде жаңағы маған даширак бермеген бейшара келді. Ой бейшара. Неғып жүр ол? Қолында даширак болды. Мен одан даширак сұрадым. Ол қарумен тұрды. Ну окей. Ол маған шық деді. Мен шықпаймын деп қаруынан бір теуіп, бетінен бір соғып, аяғына бір атып, ойнайтам құрсын. Бетінен бір соғып, даширагын алып қашып кеттім. Бұл какой-то боевик болды я. Ол ештеңе емес. Мен даширак алғаныма қуанып отырмын. Өмірімнің бір мақсаты орындалды. Енді қалай жесем болады мұны? Шайнек жоқ қой. Пофиг, былай жей саламын. Главное гастрит болмасам болды. Хотя жоқ, гастрит болмаймын ғой мен. Өйткені менде ол и так та бар. Мен әрі жүрдім, бері жүрдім, отырдым, тұрдым. Чит қосылды. Жоқ, бұл GTA емес қой. Сөйтіп жүріп жатқан кезде алдына стильно киініп алған бір адам шықты. Тұршы былай, стоп, бұл менің досым ғой. Бекзат? Бомж? Мен ғой Нұрболат. Қоя, неғып жүрсің? Сол бая шаруалармен. Екеуміз біраз әңгімелестік. Бекзат кезінде бизнес ашқан, содан көтеріп кеттім деген. Мен жаңа ғана даширак аштым, соны жеп тұрмын дедім. Ол маған ақша беріп, сасымай жүрш, өзіңе одеколон мен рултын алшы деді. Рахмет! Ешекпіз, әлі есіп білмейді. Тупой, бері қақ біле. Қысқасын айтқанда, мен бомжбын.